Қоянның үйшігі ертегісі. Ертеде қоян мен түлкі дос болыпты. Түлкі үйін мұздан салыпты, ал қоян болса үйін ағаштан салыпты. Көктем келіп, күн жылынып, түлкінің үйі еріп кетіпті. Осыдан кейін түлкі қоянға келіп, қоян, сенің үйіңе кіріп жылынып алсам бола ма? Қатты тоңып қалдым дейді. Қоян болса, жарайды, кіре ғой дейді. Түлкі үйге кіре сала, қоянды далаға қуып шығады. Ал қоян болса қорқып далаға қашып кетеді. Қоян орманда жылап отырса, оған қасқыр кездеседі. Қоян, сен неге жылап отырсың? Сонда қоян, жыламай қайтейін қасқыр, үйімді түлкі тартып алды ғой. Сонда қасқыр, жылама қоян, мен қазір саған көмектесемін. Түлкімен өзім барып сөйлесемін. Қасқыр түлкіге келіп, түлкі, қане, босат қоянның үйін дейді. Сонда түлкі, босатпаймын, қазір мен сенің өзіңді де қуып жіберемін деп қатты айқайлап жібереді. Қасқыр қорқып қашып кетіп қалады. Қасқырдан көмек болмаған соң, қоян тағы да орманда жылап отырады. Бір кезде оған аю келеді. Қоян, сен неге жылап отырсың дейді. Сонда қоян, жыламай қайтейін аю. Түлкі үйімді тартып алды ғой, қасқыр да көмектесе алмады дейді. Сонда аю, жылама қоян, мен саған қазір көмектесемін. Түлкімен өзім барып сөйлесемін. Аю түлкіге келіп, түлкі, қоянның үйін өзіне қайтар дейді. Сонда түлкі, қайтармаймын, бұл менің үйім, босатпаймын деп қатты айқайлайды. Сол кезде аю да одан қорқып қашып кетеді. Қоян үміті үзіліп орманда тағы да қатты жылап отырады. Бір кезде оған әтеш келеді. Қоян, сен неге жылап отырсың дейді әтеш. Жыламай қайтейін, түлкі үйімді тартып алды. Қасқыр да, аю да көмектесе алмады. Жылама қоян, мен саған қазір көмектесемін. Сен маған қалай көмектесесің? Тіпті қасқыр да, аю да көмектесе алмаған деп. Қоян одан ары жылайды. Қане түлкі, босат қоянның үйін деп әтеш түлкіге қарай бас салады. Түлкі қорыққаннан үйден қашып кетеді. Осыдан кейін әтеш пен қоян екеуі бірге дос болыпты.